Көптеген сериалдар нақты оқиғаларға негізделген. Сценаристер болған оқиғаны экранда мұқият көрсетуге тырысады, бірақ бұл басқаша да болуы мүмкін. Кейбір сериалдар болып жатқан оқиғаның суретін нанымды көрсеткені сонша, көрермендер мұндай оқиғаның болуы мүмкін емес деген қорытындыға келеді. Бұл әсердің шешімі қарапайым. Сценаристер мен режиссердің жоспары шын мәнінде болған оқиғалармен сәйкес келеді. Мұндай сәйкестіктер сирек кездеседі, бірақ олар орын алса, сериал культке айналады. Мысалы, Breaking Bad сериалы сияқты. Енді сіз осы шығарманың басты кейіпкерлерінің прототипі бола алатын адамдар туралы көбірек біле аласыз. Заңның екінші жағындағы Breaking Bad сериалының шынайы оқиғасымен танысыңыз. Ал сериал туралы қысқаша айтып кетсек, сериал 2008-2013 жылдар аралығында 5 маусым, 62 сериал болып шықты. Сюжетте Уолтер Уайт есімді химия пәнінің мұғалімі өкпе қатерлі ісігіне шалдыққаннан кейін отбасын қаржылай қамтамасыз ету үшін есірткі өндіріп, есірткі бизнесіне араласады. Ал оның серіктесі бұрынғы оқушысы Джесси Пикман қылмыс әлеміне тереңдеп кірген адамның моральдық құлдырауын көрсетеді. Breaking Bad сериалы көрермендер мен сыншылар тарапынан жоғарғы бағаланып, заманның ең үздік сериалдарының бірі атанды. Көптеген көрермендер сериалда естеріне Густаво Фринг есімді салмақты әрі салғырт бизнесменді қалдырды. Ол тамақтану мейрамханаларының желісінің иесі және табысты есірткі саудагері. Шынында да осындай тұлға өмірде бар ма? Оның аты Джордж Торас. Ол Número 1 компаниясының иесі ретінде 50 жасына дейін заңды мүлікті иемденіп, байлығы шамамен $200 миллион деп бағаланды. Дегенменен, Торас өз қарсыластарына қарағанда ерекше. Ол мефедрон немесе фитомен емес, кокаинмен сауда жасаған. Джордж Торастың өмірі. Оның балалық шағы мүлдем жеңіл өтпеген. 13 жасында ең төменгі жалақы төлейтін жұмысқа кіріп, ерте еңбек ете бастады. Лос-Анджелестік полицияның пікірінше, кейбіреулер оны адам өлтіруші деп бағалағанымен, көпшілік оны қатал әрі ержүрек бизнесмен ретінде таныды. Қоғам арасында оның құқық бұзушылықтары, заңсыз әрекеттерінің себебі шығу тегінен туындаған деп саналды. Ол оңтүстік Централияда дүниеге келген. Әрқашан өз елін қолдап, дүкендерде бағаны асырып қоймай, қиын жағдайда тұрған адамдарды жұмысқа алатын адам болған. Әкесі батыс Мексикадан шыққан және ауыл шаруашылығымен айналысқан. Олар Джордждың бала кезінде Лос-Анджелеске көшкен. Әкесі автокөлік жүргізіп, Калифорниядан Мексикаға, содан кейін кері бағытта көлік тасымалдаумен айналысқан. Мектепті ерте тастап, әкесіне көмектесу үшін ақша жинап, кейін зейнетке шыққан әкесінің орнына кәсіпкерлікке бет бұрды. Ол оңтүстік Калифорния университетіне жақын, бірнеше квартал қашықтықта орналасқан ескі ғимаратты сатып алып, оны жөндеп, азық-түлік дүкенін ашты. Жас бизнесменнің Número 1 дүкені тез арада айына $100,000 табыс әкеле бастады. Ақшаны ақылмен жұмсап, бірте-бірте бірнеше ғимаратты иемденіп, оларды сауда желісіне біріктірді. Соңында Лос-Анджелесте, Ранчолада, Санта-Барбареттада жылжымайтын мүлікке ие болып, жеке әуе компаниясында басқарды. Бірақ сыртқы жарқын бизнес тарихынан басқа, Торастың өмірінің ішкі жағы мүлдем басқа еді. Оның әкесі туған жерінде тек құлпынай жинаумен ғана шектелмей, кейде бордельде жүргізген. Кейбір аңыздарға сәйкес, Торас бірінші дүкенін ашуға қажетті ақшаны өз қаржылы еңбегімен жинамаған. Оны мексикандық есірткі мафиясымен байланыста болған Рейнос отбасының бергені айтылған. Мұндай жағдайлар оның өміріндегі қараңғы беттердің белгісі болды. 91 жылы Рейниге Лос-Анджелестегі бір құрылысшыны өлтіруді ұйымдастыру айыпталды. Ол жол бойында өз көлігінде 2 мотосақшыны қуып жеткен кезде қарулы топтың шабуылына ұшырап, атып өлтірілді. Кейін өлтіруге қатысқаны үшін оған белгілі бір ақша төленгені анықталса да, тергеу барысында Рейни мен Торастың әріптестігінің нақты дәлелі табылмады. Содан кейін Торастың өміріне саясат енді. ақш президенттігіне кетер алдында Билл Клинтон есірткі саудасы үшін сотталған тұлға ретінде кешірімге алған. Осылайша Торастың ісіне қатысты ФБР басшылығы ашылып, Венжаланы қайтадан түрмеге жабуға тырысты. Жаңа тергеу барысында Карлос мен Венера істерінде Торастың жақын досы екені анықталды. Сонымен қатар ол Торасты жергілікті элитаға енгізіп, саясаткерлермен, басқа да беделді тұлғалармен таныстырды. Мысалы, кейбір байланыстар арқылы Торасқа бір дүкен алуына көмектесіп, Playboy банк мүшесі арқылы алкоголь сатуға лицензия берілді. Мұндай шаралар оның заңсыз қызметтерін жасырып, іс-әрекеттерін ақтайтын көрінеді. Осыдан кейін Торас пен оның командасы түрлі қылмыстық әрекеттерге кірісті.
дүкендерді тонау, есірткі тасымалдау, зорлық-зомбылыққа бару секілді оқиғалар болды. 97 жылы Робин Гуд деп аталатын тергеу басталды, бірақ оперативтілер жергілікті дәлел жинай алмады. Сол жылы Торастың әуе компаниясы есірткі тасымалдау үшін пайдалана бастады. Аптасына 100 кг ғана дейін кокаин әкеле алатын болды. Алайда жылдың соңында Алабама билігі бір курьерден шамамен $300,000 соманы тартып алған. Ал бірнеше ай өткен соң Кливлендте Дрейк Смит ұсталды. Ол 25 кг кокаин тасымалдап жүрген кезде ұсталды. Начаға қиындықтар түсті. Жеткізушілер одан қарыздарын өтеуін талап етті, бірақ ақшасы жетпеді. Үмітін жоғалтқан соң ол Дрейк Смитпен бірге досы Рауль Риалды тонауға шешім қабылдады. Рауль бірнеше күнге қаладан кетуге дайындалса да, үйінде жеткілікті қолма-қол ақша сақталатыны белгілі болған. Ал үйде тек Дели Риалдың қарт анасы тұруы тиіс болды. Кешке үйдің есігінде соққы жасап, гүл жеткізу қызметі ретінде өзін таныстырып, бандиттер үйге еніп, әйелді байлап, ақша іздеп шолып шықты. Бірақ ештеңе табылмады. Рауль қайтып келген соң бірден Начаға күдік туды. Алайда Торас оған Начаның қатысы жоқ екенін айтты. Біраз уақыттан соң Мачо күтпеген әрекет жасап, өзінің заступнигін, яғни Крестің әкесіне тиесілі компанияның номері 10 кеңсесін тонады. Сейфті ашып, одан сақталған $700,000 ұрлады. Өзі істерлік серіктестерімен есеп айырылысқаннан кейін олардың қарым-қатынасы түбегейлі бұзылып, ол бірден жолсыз жоғалып кетті. Сол уақытта Торастың өміріне Лос-Анджелестен келген полициялық Грэнк Кардин кірді. Ол Торасты түрмеге қамауды қатты қалады. Тіпті өзіне дейін сол қылмыскерге айналып сенімсіз ақпарат берушілерді пайдаланды. ФБР материалдары негізінде 2007 жылы Торас өз үйіне жақын жерде ұсталып, оған 59 түрлі айып нүктесі қойылды. Сонымен қатар оның дүкенінде заңсыз мигранттардың көп жұмыс істегені анықталды, әрі кейбір оқиғаларда өлтіруде айтылды. Кейін Торас сот процесінде өз кінәсін тек салық төлеуден қашуы бойынша екенін мойындап, жазасын өтеді де тыныш өмір сүруге көшті. Сериалдың басты кейіпкері Уолтер Уайттың прототипі ретінде шын өмірде алынған оқиғада бар. Шынайы Уолтер Уайт Алабама штатындағы Бесемер қаласында өмір сүрген. Ол мектеп мұғалімі емес, құрылысшы болған. Әрі есірткі өндіруді үмітсіздіктен емес, қарапайым ақша табу мақсатында бастады. Уолтердің есірткі өндіруі жеке өміріндегі қиыншылықтар, әйел кетіп, балалары оны ұмытып қалу сияқты оқиғалармен тығыз байланыста болды. Сериал мен оның кейіпкерлері шын өмірдегі оқиғалар мен тұлғаларға негізделген. Олардың тарихы, ұйымдасқан қылмысы, саясат және жеке драманың қиындаған әлемін көрсетеді. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз.